келесі сұрақ қойылған екен, адамның жаны қайтыс болған кезде қайда болады? Осы қабірге дейінгі жағдай немесе қабірден кейін. Жалпы мұсылман сенімінде адам қайтыс болғаннан кейін оның жаны барзах әлемінде болады. Барзах әлемі деген не деген сұраққа біз ғайып әлемі болғандықтан нақты жауап бере алмаймыз. Кейбір хадистерде жерленгенше марқұмның қасында болады, үстінде болады, үйінде болады деген кейбір хадистерді немесе кейбір сондай ғалымдардың сөзін естіп қаламыз. Бірақ бұның бәрі болу мүмкін шеңберінде. Бірақ біздің қалай екендігін қамти алмайтындай, оны суреттей алмайтындай барзах әлемі болғандықтан, ғайып әлемі болғандықтан, бұны біз толықтай суреттей алмайды екенбіз, толықтай ақылымызға сала алмайды екенбіз. Қалай болғанда да адам қайтыс болғаннан кейін барзах әлеміне барады. Барзах әлемі бұл әлеммен қаншалықты арақатынасы бар, қаншалықты шекарасы қалай болады, бұның бәрі бізге көмес нәрсе екен.